Көп адам өз ағзасында не болып жатқанын байқамай жүреді. Айқын ауырсыну жоқ, бірақ жайсыздық сезіледі. Тамақтан кейін ауырлық пайда болады, ішкі бет, кейде әлсіздік басады. Көп жағдайда біз оны асқазан деп қабылдаймыз. Бірақ негізгі мәселе өттің тоқырауы. Өт бұл жай ғана сұйықтық емес, ол бауырдың жұмысымен тығыз байланысты күрделі жүйе. Егер өт қоюланып, дұрыс жүрмей қалса, ол біртіндеп ағзаның бүкіл тепе-теңдігін бұза бастайды. Өт жолдары бітеліп, бауырдың кейбір бөліктері толып жұмыс істемей қалады, ал ас қорыту жүйесінде жайсыздық қалыпты жағдайға айналады. Бірақ жақсы жаңалық бар. Табиғи, жұмсақ әрі өте тиімді бір жол бар өттің ағуын қалпына келтіру. Соның ішінде ерекше орын алатын өсімдік бар, оны кейде өттің патшасы деп те атайды. Бұл артишок. Артишок сырттай қарағанда ашылмаған гүлге ұқсайды, бірақ оның пайдасы өте зор. Көп елдерде, әсіресе Еуропада, оны қайнатып та, қуырып та, бұқтырып та жейді. Ал бізде көбіне дайын не қоспа түрінде ғана кездеседі. Оның басты ерекшелігі құрамындағы талшықтың өте көп болуы. Тіпті қарапайым көкөністердің өзі онымен салыстыра алмайды. Артишоктың ең маңызды әсері өтке әсер етуі. Ол өтті күштеп айдамайды, керісінше оны біртіндеп сұйылтып, табиғи түрде ағуын жақсартады. Яғни ағзаға ауыр соққы бермей, баяу әрі қауіпсіз түрде өт жолдарын тазалайды. Бұл өте маңызды, себебі өтті кенеттен қозғау керісінше бас ауруы мен әлсіздік тудырады. Артишоктың тағы бір үлкен артықшылығы бауырды қорғауы. Ол тек өтті жақсартып қоймайды, бауыр жасушаларында сақтайды. Оның құрамындағы цинарин деген зат ағзадағы уыттарды шығаруға әсері көп. Әсіресе ағзадағы тазалану процесінің соңғы кезеңін аяқтауға көмектеседі, ал бұл кезең көп адамда дұрыс жүрмей қалады. Енді көпшілікті қызықтыратын сұрақ, артишок холестеринді төмендете ме? Иә, төмендетеді. Бірақ бұл жерде бір маңызды нәрсені түсіну керек. Холестерин бұл жау емес. Ол ағзаға керек, тіпті өте қажет зат. Ол тамырлардың зақымданған жерлерін жамап қорғауға көмектеседі. Мәселе холестериннің өзінде емес, оның артық мөлшерінде және ағзадағы қабынуда. Көп адам ойлағандай, холестерин тек майдан емес, көбінесе көмірсулар мен қанттан бауырда түзіледі. Егер ағзада тепе-теңдік бұзылса, ол холестеринді шамадан тыс өндіре бастайды. Ал өт дұрыс бөлінбесе, холестерин ағзадан шықпай, жинала береді. Сондықтан ең дұрыс жол өттің ағуын жақсарту. Сонда артық холестерин табиғи түрде шыға бастайды. Артишок осы жерде өте жақсы көмектеседі. Ол өттің түзілуін және шығарылуын жақсартады, бауырдың жұмысын реттейді. Сонымен қатар оның құрамында инулин деген пайдалы зат бар. Ол ішектегі жақсы бактерияларға тамақ болады. Соның арқасында ішек микрофлорасы жақсарып, жалпы ағза сауыға бастайды. Тағы бір қызық әсері, артишок қандағы қантты жұмсақ түрде төмендете алады. Яғни ол диабетпен ауыратын адамдарға да көмектесе алады, бірақ ағзаны шаршатпай, табиғи жолмен әсер етеді. Сонымен қатар ол ағзадағы артық сұйықтықты да шығарады. Бірақ кәдімгі дәрілер сияқты қатты емес, өте жұмсақ, табиғи түрде ісінуді азайтып, лимфа айналымын жақсартады. Артишокты қалай қабылдау керек? Ең дұрысы тамақпен бірге. Әсіресе тағамда аздап май болса, оның әсері күшейеді. Егер майлы тағам аз болса, омега-3 сияқты пайдалы майларды қосуға болады. Бұл оның әсерін бірнеше есе арттырады. Бірақ бір маңызды ескерту бар. Егер сізде өтте тас болса, артишокты өз бетіңізше қабылдауға болмайды. Себебі ол өтті қозғап, тас қозғалып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. Ал жалпы алғанда артишок бұл табиғат берген ерекше мүмкіндік. Ол бауырды қорғайды, өттің ағуын жақсартады, холестеринді реттейді, ішекті қолдайды және ағзаны жеңілдетеді. Кейде ағзаға күрделі ем емес, дәл осындай қарапайым, бірақ дұрыс бағытталған көмек керек. Сондықтан денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Ағзаңызды тыңдаңыз, оған көмектесіңіз. Көп көрермен доктор Берік арнасын жазылусыз көреді. Ал жазылу дәл осындай пайдалы, шынайы, қазақша медициналық ақпараттың жалғасуына көмектеседі. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, дәл қазір арнаға жазылып, видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат бір адамның денсаулығын сақтауға көмектесер. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін виртуалды денсаулық кеңесшісі. Берік болыңыз, бірге болыңыз.